Ассалаумағалейкум, жақсыларым, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін Ұлытау облысы, Ұлытау ауданындағы ауылдардың халқына еліміздің президентінің жолдауын насихаттау мақсатында Ұлытау ауданының ішкі саясатының тапсырмасымен іс-сапарда жүргеніме 3-ші күн. Байқағаным, ауылдың жағдайы жаман емес. Бірақ осы ауылдардың қай-қайсысын алсақ та маман тапшылығы байқалады. Әсіресе электрик керек, химик, биолог, математик сияқты мұғалімдер керек. Енді мынау еңбек кезетке берген маман іздеп отыр. Бірақ осы видеомды менде арнайы түсіріп отырғаным, біреу болмаса біреу көрсе, осы ауылға келіп, сол қажет маманның бірі болса, ауыл халқы көмектесуге, құшағын жайып қарсы алуға дайын отыр. Сондықтан осындай ауылдардың тамырына қан жіберіп, мамандарының барлығын толтырып, елдің дамуына үлес қосам дейтін кісілер болса, ауылға келіп дейтін кісілер болса, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы Шеңбер ауылына керек. Мысалы, халқы қуана-қуана қарсы алайын деп отыр. Ұлытау ауданы Байқоңыр ауылына керек. Ұлытау ауданы Сарысу ауылына керек. Ұлытау ауылданы тағы да біраз ауылдарына осындай мамандықтар керек. Біреуіне дәрігер керек, біреуіне химик, біреуіне математик, біреуіне биолог, біреуіне электрик деген сияқты. Келіңіздер. Менің өзім ойланып келе жатырмыз. Қаладағы үйім сатып жіберіп, ауылға келсем бе екен деп. Жеті баламды алып